Сәлем достар, бүгін осындай таңғы ас жасадым. Бұл жерде ұсақтап туралған помидор, авокадо, майонез және ас көп. Мынау баклажанды аз ғана майға осылай екі жағынан қуырып алдым. Мен баклажанды алдын ала тұздап, суын шығарып деймі? Жоқ, тураймын да қуыра саламын. Мінеке, мына қоспаға әрине татымына қарай тұз қостым, болды. Осылайша баклажанның бетіне салып шығам. Әрине өздеріңіз қалаған өзге де көкөністерден салуға болады. Мінеке, біздің таңғы асымыз дайын. Мен осылайша безендірдім. Безендіргенді жақсы көрем. Бұл жерде грек жаңғағы, бальзамический соус және кептірілген ас көк. Сіздер таңғы ас жасайсыздар ма? Жазып кетіңіздер.